Тоңазытқышта сақтауға болмайтын тағамдар. Нанды еш уақытта тоңазытқышта сақтауға болмайды. Нан үшін ең қолайлы жер ол ағаштан жасалған нан салғыш. Тоңазытқышта тұрған нан жұмсақ және сулы болып келеді. Сондықтан да оның ішінде сақтамаған дұрыс. Расында тоңазытқышта тұрған нан өзінің тауарлық түрін жақсы сақтайды, бірақ ол ішінен көгере бастайды. Сонымен қоса, нан губка секілді айналасындағы заттардың иісін өзіне сіңіріп алады. Картопты тоңазытқышта сақтамаудың себебі оның құрамында крахмалдың болуында. Тоңазытқыштағы төмен температураның әсерінен картоптағы крахмал қантқа дейін ериді. Одан кейін оның дәмі тәтті әрі өте үзілмей болып кетуі мүмкін. Картопты қысқы асық қылып ұзаққа сақтағыңыз келсе, оның жанына қызылшамен бірге қосып сақтаған дұрыс. Себебі қызылша артық ылғалды өзіне тартады. Шоколадты сақтауға ең қолайлы орын ас үйдегі сөрелер. Шоколадты холодильникте сақтаудың қажеттілігі тек еріген жағдайда. Оның өзінде 16-18 градус, максимум 20 градустан аспау керек. Шоколадыңыз бұзылмай ұзағырақ тұрсын десеңіз, оны әртүрлі дәмдеуіштер мен жылудың жанынан алыстаған дұрыс. Тоңазытқышта тұрған сарымсақ өте босап, сулы және өте жұмсарып немесе көгеріп кетуі мүмкін. Ал туралған сарымсақ болса, ол мүлдем сақтауға жарамсыз. Туралған сарымсақты әдеттегі уақытта сақтау үшін қолайлы температура ол 15 пен 20 градустың аралығында.